сосын егер оған тіс берсек, ол бізге ақша береді. Міне. А если оған ақшаны берсек, ол бізге тісті қайтып береді. Шөп тұрған жерде. Осылай шұқып қалсақ, осындай крампеттің үйі шығады. Қазір ой. Сәлем достар, мен жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осы видеода қысқы локациядағы бүкіл секреткаларды көрсетемін. Ал бастаймыз. Бірінші мен осы қысқы кішкентай үйге кіремін. Біріншіден біз осындай далада боламыз. Осы снегті алып тастасақ, осы жерде крампет болады осындай. Эльф крампет. Ары қаратай бізде үйде. Міне мына жерде осындай төсек бар, 2 этажды. Сосын осы ойыншықтардың үстінде осындай ағаш болады. Сосын басамыз, сосын осында кнопка шығады. Міне, басамыз. Осындай жаңа жылдық гирлянд болады. Ары қаратай мен басқа локацияға кіремін. Ары қаратай біз тіс емханасына кіреміз. Міне біз осындай адам тұратын жерге келеміз. Осы жерде 2 щетка болады. Осы щеткамен осы тісті тазалаймыз полностью. Сосын мына жерде осындай тышқан тіс байлап алған. Сосын осындай аппақ кристалл болады. Ары қаратай бұнда секретка тағы біреу. Бірақ бұнда біз уже күнді түнге айналдыру керекпіз. Сол кезде мына жерде кнопка осылай шығады. Сосын осыған басамыз. Осы жерде осындай фея шығады. Түнді күнге айналдырамыз. Сосын егер оған тіс берсек, ол бізге ақша береді. Міне. А если оған ақшаны берсек, ол бізге тісті қайтып береді. Қызықты бір фея какой-то. Ары қарай біз осы локацияға кіреміз. Міне осы жерде, мына жерде міне бір кирпич осылай тұрады. Міне осындай ысқырықтың астында. Басамыз, сосын осында жасыл түсті кнопка шығады. Міне бізде осы жерде мынандай диско шарма не нәрсе екен білмеймін. Осының астында осындай ақша болады, әдемі киім, ұлдарға арналған киім, тағы бір киім, сосын осындай айғалайтын бір нәрсе. Ары қаратай бізде осындай мұздан жасалған адам какой-то, сосын оны алып тастаймыз, осы жерде кнопка болады. Сосын бізде осы жерде әдемі гирлянда шығады. Ары қаратай мен басқа не білмеймін, сол үшін басқа локацияға кіреміз. Ары қарай мен пом-пом магазинына кіремін. Осы жерде бізде осындай апай тұрады, үстінде осындай сурет. Соны алып тастаймыз, осы сары түсті кнопкаға басамыз. Ары қарай біз осылай картаны дегет етеміз, осы жерде ойыншықтар болады. Оны алып тастаймыз, бүкіл ойыншықтарды. Сосын қызғылт түсті кнопкаға басамыз. Одан кейін бізде осындай секретный комната, білмеймін. Сосын осы праздничныйны алып тастаймыз, көк түсті кнопкаға, сосын бізде осындай бүкілі араласқан бір крампет шығады. Білмеймін неге, бірақ бұл крампет маған ұнамайды. Сосын осындай жасыл түсті кристалл. Ары қаратай біз 2-ші этажына барамыз. Бұнда бізде, міне осы жерде мұз болады, осы тамақ сататын жерде. Басамыз осы мұзға, сосын бізде осындай ақ түсті түлкі шығады, орешек, печенье, кубок, тағы бір печенье, гүл и қар. Ал біз келесі локацияға кіреміз. Міне осы локацияда бізде осы жерде ойыншық тұрады, сосын оның артында осы монетка болады. Мен ол ойыншықты уже өзім үйіме алып кеттім, кешіріңіздер. Ары қаратай бұнда осындай сатушы болады, бургер сататын адам. Сосын осы жерде бір тақта болады, кішкентай. Сосын ол жерде кішкентай крампеттарға арналған, мне кажется, осындай бургерлар, сосын осындай монеткалар. Сұр түсті, бронзовый. Сосын мына жерде киім болады, осындай қысқа. Осы басын алып тастаймыз, сосын киімін. Осы жерде кнопка болады.
Сосын бізде осы ашылады. Мұнда өте көп заттар бар. Бесплатный. Да өте көп. Содан кейін міне мынау жерге басамыз ағаштың. Сосын бізде осындай ағаш болады. Ал біз келесі локацияға кіреміз. Келесі локация бұл үй болады тоже. Бұл жерде бізде секретка. Не осы холодильник. Тоңазытқышта. Осы екі сүтті және жұмыртқаларды алып тастаймыз. Осы жерде кнопка болады. Сосын бізде осындай крампет ашылады. Мен бұл секретканы уже көрсеткенмін шортс түрінде. Ары қаратай бізде секретка жоқ бұнда. Келесі локация. Келесі локация бізде спа. Бұл жерде бізде секретка мына жерде жоқ. Міне осы жерде шөп тұрған жерде. Осылай шығып басақ, осындай крампеттің үйі шығады. Палатка. Не осындай крампет. Бұнда енді секретка жоқ. Бұл бізде соңғы локация, осы жерде касенетін жер. Бұл жерде бізде мындай люк болады. Бұны ашамыз, осындай касенетін тарелка. Сосын осында от. Енді біз бір осындай нәрсе келгенін күтеміз. Міне осындай нәрсе бар. Соған басамыз қазір. Оп. Сосын осында әдемі касенетін болады. Қазір ой. Не бұл прозрачный. Не пэт деген жазу көрініп тұр. Тағы бұнда секретка міне мына жерде. Қазір. Міне. Осы жерде қазамыз. Ой. Достар, кешіріңіздер, менде осы тока-бока істемей қалды. Осы жерді қазғанда бір секретка шығу керек болды. Ал осымен видео аяқталды. Егер сіздер білетін секретка болса, комментарияға қалдырыңыздар. Және де қандай форматтағы видеоларды көргіңіз келеді, соны комментарияға жазыңыздар. Сау болыңыздар.